Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Усманова Айгүл Айтбайқызы, Жарылқасын Отырбай орта мектебінің педагог ұйымдастырушысы. Білімді ұрпақ тәрбиелеудегі басымдықтарымыз. Ұлт болып ұйысып, ел болып еңсемізді көтерген кезеңде қолға алар ісіміздің бірі осы ұрпақ тәрбиесі. Бүгінгі таңда мемлекетіміздің өз тәуелсіздігін алып, өзінің дербес мемлекеттігін қалыптастыруда. Көрнекті қоғам қайраткері, ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов ел боламын десем бесігімді түзе деген қанатты сөзінде қаншама мағына жатыр. Ел болашағын ойлайтын әрбір апталдай азаматтың алдында асқақ арман мен биік мақсат болу қажет. Ұстаздар қауымына да орасан зор міндеттер жүктеліп отыр. Бұл арада рухани жаңғырудың ең басты шарты ұлттық кодымызды сақтау дегеніміз ұлттық болысымызды нығайтып, оны ұрпақтан ұрпаққа мұра ету. Жалпы ұлттық рухымыз бойымыздағы мәңгі қалуға тиіс. Әрине, ұлттық құндылықтардың бәрі жас ұрпаққа отбасынан, балабақшадан, мектептерден берілері анық. Аталған жобаның мақсаты білім алушылардың рухани адамгершілік дамуын қамтамасыз етуге, адамзаттық, ұлттық және отбасылық құндылықтарды дамыту. Білім алушылардың өзін-өз тануын, өздігінен дамуын, әлеуметтік жауапкершілігін және әлеуметтенуін қалыптастыру. Экологиялық мәдениеттің салауатты және қауіпсіз өмір салтын тәрбиелеу болып табылады. Қазақстандық патриотизм ұғымын оған туған жер, атамекен, туған өлке туралы түсініктер қалыптастырылып, жүйелеу, оқу тәрбие үдерістері мен сабақтан тыс іс-шаралар да кең ауқымда жүзеге асыру үстінде. Қазақстан Республикасының 2020-2021 оқу жылдарға арналған тәрбие жұмысының кешенді бағдарламасы бойынша жүргізілген тәрбиенің басым бағыттары: қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие, рухани танымдық тәрбие, отбасылық тәрбие, ұлттық тәрбие, көп мәдениетті және көркем эстетикалық тәрбие, еңбек экономикалық және экологиялық тәрбие, зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті қалыптастыру, дене тәрбиесі, салауатты өмір салтын қалыптастыру. Мектеп пен ата-аналар балаларының қоғамға қайшы әрекеттерден бас тарту мәдениетін тәрбиелеуі тиіс. Мектепте жеке тұлғаға қолдау көрсетеді. Сауалнама жүргізу нәтижесінде оқушылардың 70% өздері жасампаз тұлға деп таныған. Осы жұмыстар негізінде өзін-өзі басқару саласы бойынша мұрагер ерікті оқушылар ұйымы жұмыс істейді. Тәрбие жүйесінің компоненттерін тоқталатын болсақ, қазіргі мектептер тәрбие жұмысы оқыту барысындағы тәрбие, сабақтан тыс тәрбие жұмысы, мектеп ұжымында қарым-қатынас стилі, кейбір моральдық-психологиялық ахуал, сыныпта тыс тәрбие жұмысы, ата-аналар және жұртшылықпен жұмыс, мектептен тыс тәрбие жұмысы жасауда. Мектептегі мұрагерлер сатысының өзіндік заңы бар. Мектептегі жұмыс бағыттарын тоқталатын болсам, төмендегі 9 бағыттан тұрады. Оқу идеология орталығының жұмысы, мәдени көпшілік орталығының жұмысы, спорт саяхат орталығының жұмысы, тазалық денсаулық орталығының жұмысы, қамқорлық орталығының жұмысы, баспасөз орталығының жұмысы, көркемдік жабдықтау орталығы, құқық қорғау орталығы, экологиялық орталық. Ұйым мүшелерінің басқаруымен бірқатар іс-шаралар өткізіліп келеді. Әр апта сайын ұйым төрағасының басшылығымен ұйым мүшелерінің жиналысы өткізіледі. Апталық жиында мұрагер оқушылар ұйымның ауыспалы толығы жеңімпаз тапсырылады. Жылына 2 рет өзін-өзі басқару күнін өткізеді. Қашықтан оқыту кезінде сынып жетекшілерінің, білім алушылар мен ата-аналарға арналған мектеп сайты және YouTube желісінде жарияланған жұмыстар баршылық. Мектепте оқитын 177 оқушының 90% үйірме жұмысына қатысады. Төмендегідей пәндік үйірме жұмыс істейді: көркем сурет, сандар сөйлейді, көркем кесте, жас тарихшы, өнерлі өркендер, театр сказк, эврика. Қашықтан оқыту кезінде білімгер мен ата-аналардың мектеп ұстаздарына арналған алғыс білдіру мақсатында ұстаздарға мен мың алғыс тақырыбындағы челлендждер жарияланды. Егеменді еліміздің мәңгілік мұраттары жолындағы болашаққа беттеп барады. Тәрбие халықтың ғасырлар бойы жинақтап іріктеп алған озық тәжірибесі мен ізгі қасиетті жас ұрпағының бойына сіңіру. Баланың қоршаған ортадағы қарым-қатынасын, дүниетанымы, өмірге деген көзқарасын және соған сай мінез-құлқын қалыптастыру. Еліміздің ежелден дәріптеп қастерлеп келген ұрпақтың өнеге ұлттар тәлім тәрбиесі болып, соның ішінде әдемілік пен ізгілікке, өнердің жан-жақта терең сырын меңгеретін эстетикалық тәрбие ерекше орын алады. Сөз соңында айтарым, қазіргі кезде жастар еліміздің болашағы деген қанатты сөзді жиі айтамыз. Ал сол жас ұрпағымыздың болашағы, отанымыздың ертеңі тағдыры, өзіміздің бүгінгі қызметімізді қалай атқарып жүргенімізге тікелей байланысты.